Hi Зия, сәлем баршаңызға. Бүгін ағылшын тіліндегі инфинитив туралы білетін боламыз. Инфинитив дегеніміз не? Инфинитив ол етістіктер, яғни етістіктің бастапқы түрі. Мысалы, go, read, talk, spend, open және тағы да басқа осы сияқты етістіктер. Бұл етістіктердің алдына to қойсақ, қазақ тіліндегі тұйық етістіктер шығады. Мысалы, to go бару, to read оқу, to talk сөйлесу, to spend өткізу, to open ашу. Сонда инфинитив дегеніміз тұйық етістіктер. Ал қай кезде осы тұйық етістіктерді қолданамыз? Яғни инфинитивтерді қай кезде қолданамыз? Decide, offer, refuse, try, forget, learn, want, hope, need, plan, expect, promise. Осы етістіктерден кейін тұйық етістіктер қолданылады. Яғни осы етістіктерден кейін қолданылатын етістіктердің алдында to болуы керек. Мысалы, I want to learn English. Мен ағылшын үйренуді қалаймын. Мұнда want етістігінен кейін to learn қолданылған. To learn үйрену дегенді білдіреді. Ал I want learn English десек, ол қате болады. Тағы да бір мысал. I need to do some shopping on my way home. Маған үйге бара жолда бір нәрселер сатып алу керек. Need қажет ету, керек деп аударылса, to do some shopping зат сатып алу керек деген мағынаны білдіреді. Әрине, need етістігінен кейін қолданылатын етістіктің алдына to қою керек. Келесі бір мысал. My father decided to sell his car. Менің әкем көлігін сатайын деп шешті. Немесе сатуды шешті. Decide етістігі өткен шақта тұр. Decided to sell сатуды шешті. Decide етістігінен кейінде міндетті түрде to қойылу қажет. On cold mornings, the car always refuses to start. Суық таңдарында көлік әрдайым іске қосылудан бас тартады. Refuse етістігінен кейін келетін етістіктің алдына to қойылады. Ал refuse етістігіне s жалғанған, себебі the car it болады. It есімдігі қолданылады. Ал it есімдігімен келетін етістіктерге s жалғану керек. Ал енді ing және to екеуі де қолданыла беретін етістіктер бар. Сол етістіктермен танысайық. Бұл етістіктерден кейін ing жалғанған етістікті де, инфинитивті де қолдана аламыз. Ол етістіктер like, prefer, love, hate, start, begin, continue. Мысалы, do you prefer traveling by train? Пойызбен саяхаттағанды ұнатасыз ба? Немесе, do you prefer to travel by train? Пойызбен саяхаттағанды ұнатасыз ба? Екеуі де бірдей аударылады. Prefer етістігінен кейін traveling немесе to travel етістігін қойсақ та болады. Яғни, ing жалғанған етістікте, инфинитивте қолданылса да қате болмайды. Тағы бір мысал. It started raining. Жаңбыр жауа бастады. Немесе it started to rain. Жаңбыр жауа бастады. Екеуі де бірдей аударылады. Бұл сөйлемде start өткен шақта тұр, started бастады. Бұл етістіктен кейінде gerund қолдансақ та, инфинитив қолдансақ та қате болмайды. Gerund, герунди деп ing жалғанған етістіктерді атаймыз. Ал инфинитив тұйық етістіктер. Gerund, яғни герундиге арналған менің арнайы сабағым бар. Қарасаңыздар болады, сілтемесін жоғарыда қалдырамын. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Инфинитив тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай.